Тәубесімен үлгі болғандар. Тәубе құлдың нәпсі мен шайтанға барлық жамандыға таулыға шақыратын бақытсыздықтарға қарсы тұра білу қасиеті. Тәубе ерік-жігердің жеңісі. Тәубе жаратқанның ерекше сыйы, адам бойындағы қаһармандық қасиет. Тәубеге бетін бұрған адамның ешқашан қолы бос қайтпайды. Бұл жайында Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Мына 5 нәрсеге қол жеткізген адам 5 нәрседен қорғалмайды. Біріншісі, дұға жасаған адам оның қабыл болуынан мақұрым қалмайды. Себебі Алла тағала Құранда маған дұға қылыңдар, қабыл алайын деп бұйырған. Тәубе жасаған құл оның қабыл болуынан мақұрым болмайды. Себебі Алла тағала Құранда сонымен қатар ол құлдарының шынайы тәубесін қабыл алады деген. Шүкір еткен нығметінің артуына мақұрым қалмайды деген. Себебі Алла тағала Құранда сондай-ақ Раббыларың, егер шүкір етсеңдер, нығметімді сөзсіз арттырамын деп бұйырды. Истигфар жасаған құл кешірімнен мақұрым қалмайды. Себебі Алла тағала Құранда Раббыларыңнан күнәларың үшін кешірім тілеңдер, өйткені ол өте кешірімді дейді. Мал-мүлкін Алла жолында жұмсаған құлдары болса, оның орнына өзге нығметтерге бөленуден мақұрым қалмасы анық. Себебі Алла тағала Құранда сендер игілік жолында не сарп етсең де, Алла оның орнын толтырады деген. Кахб ибн Әмірдің тәубесі. Тарихқа үңілсек, шынайы тәубе еткендер жайлы көптеген оқиғаларды кездестіреміз. Тәубе дегенде алғашқылардың бірі болып ойымызға оралатын жан Кахб ибн Әмір. Ол бір күні үлкен күнә жасайды. Бұл жайында Кахб ибн Әмірдің өзі былайша баяндайды. Базарда құрма сатумен айналысып күнелтетінмін. Әдеттегідей таңертең тұрып базарға келдім. Саудамен айналысып тұрған сәтте жаныма ері соғысқа кеткен әйелдердің бірі келіп, 1 дирхамға құрма сатып алатынын айтты. Басымды көтеріп, әлгі әйелдің жүзіне қарауым мұң екен, сұлулығына тәнті болып қалдым. Бойымды билеген құмарлыққа қарсы тұра алмай, әп сәтте әре-сәре күйге түстім. Ол аз десеңіз, бір жағымнан шайтан да азғырып барады. Әлгі әйелге, үйде бұдан да дәмді құрмаларым бар, қаласаңыз содан берейін, дедім. Жарайды, деп менімен еріп үйіме келді. Маған сенгендігі сонша сыртта қалмай, үйге кіріп босағада күтіп тұрды. Мұндай оңаша сәтті қалт жібергім келмей, әлгі әйелді өзімен қайлап, құшағыма қарай тарта бастадым. Осылайша әп сәтте үлкен күнәға баттым. Одан да сорақ әрекетке бара жаздап, соңғы сәтте есімді жиып, күнәмнің парқына бардым. Нәпсі мен шайтанның азғыруынан құтылып, одан әрісіне батылым бармай, айылымды жиып үлгердім. Істеген ісім үшін қатты өкіндім. Көз жасыма ерік беріп, егіліп, жылай бастадым. Қанша жыласам да, ішімді өртеген өкініш азабы саябыр таппай, жан дүнием әлем топырақ күй кешті. Алладан қорыққаным соншалық, жүрегім өкініштің өтіне шалдыққандай еді. Бұл азапқа одан әрі шыдау мүмкін еместі. Ақыл сұрау үшін Әзірет Әбу Бәкірге барып, болған жайттың бәрін бүкпесіз баяндап бердім. Әзірет Әбу Бәкір болса, сені Құдай аясын. Азаматы Алла жолында шайқасқа кеткен әйелге бұл не қылғаның? Деп қатты ашуланды. Артынша дереу тәубе қыл. Мына қылығың туралы жан баласына тіс жарушы болма, деп ескертті. Бірақ мен жасаған күнәмнің ауыртпалығын көтере алмайтындай халге түстім. Ар азабынан мың өліп, мың тіріліп, жанымды қоярға жер таппадым. Жүрегімді сәт сайын шарпып жатқан өкініштің оты өрши түскен сайын ештеңеге қарай алмай, тура Алла елшісінің құзырына келдім. Уа Расулалла, нәпсімді тізгіндемей,
Мәдинаның жоғарғы жағында тұратын бір әйелдің арына сұғанақтық жасадым. Істеген ісіме қатты өкінемін. Маған қалаған жазаңызды беріңіз, дедім. Әзіреті Омар да сол жерде болатын. Ол: Алланың жасырғандай, сен де күнәңді жасырмадың ба? Деп секіді. Оған қарсы жауап айта алмай, көзіммен жер шұқып тұрып қалдым. Алла Расулы, Алла жолында жихадқа кеткен азаматтың отбасына көзіңді сүзгенің қалай? Деп қатты ашуланды да, сәлден соң түнде тұрып, жақсылап дәрет алып, намаз оқы. Содан соң Аллаға жалбарынып, кешірім сұра, деді. Бұдан басқа ештеңе айтпады. Өкінішпен ұяттан өртеніп, өліп кете жаздадым. Сол сәтте іштей, ең болмағанда мұсылмандықты бұрыннан емес, енді ғана таныған адам болғанымда ғой, деп ойладым. Жан дүнием алай-дүлей күй кешіп, көз алдым қарауытып, өзімді тозақтықтардың қатарынан көре бастадым. Қайғыдан құр сүлдерім ғана қалған еді. Үн-түнсіз бұрылдым да, Расуланың қасынан меңіреу адамдай тәлтіректеп кері қайттым. Үйіме жеткенше егіліп жылаумен болдым. Жан дүниемді өкініштің өзегі кернеп, Алланың разылығынан алыс қалудың қорқынышы тынысымды тарылтты. Түн баласы көз ілмей, күні-түні тәубе жасап, жүзімді жаспен жудым. Біраз уақыт өткен соң, мен жайлы күндіздің екі уақытында, сондай-ақ түннің күндізгі таяу, таңсәрі, ақшам және құптан уақыттарында намаз оқы. Шынында жақсылықтар жамандықтарды, яғни кішігірім күнәларды жояды. Бұл ойланып, ғибрат алатындар үшін айтылған бір насихат. Худ сүресі 114 аят түскенде, Алла Расулы мені шақырып, аятта айтылғандарды түсіндірді. Сол жерде бірге болған Муаз ибн Жаббал: «Уа Расулалла, бұл тек әмірге ғана қатысты ма, әлде барлық адамдарға ма?» деп сұрады. Алла елшісі: «Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бәріңе бірдей», деп жауап қайтарды. Ухаши ибн Харбтың тәубесі. Ухуд шайқасында әзіреті Хамзаны шейіт қылған Ухаши ибн Харб Алла Расулы мен сахабаларды қатты қайғыға душар қылғанын сезінген еді. Сол себепті Мекке азат етілген сәтте қорқып, қаланы тастай қашқандардың бірі болатын. Ол кездерді есіне алған сәтте қатты толқыған әзіреті Ухаши өзінің мұсылмандықты қабылдауын былайша баяндайды. Ухуд соғысынан соң Құрайш әскерлерімен бірге Меккеге қайттым. Қожайыным сөзінде тұрып, мені азат етті. Хинд пен Утба болса, барлық әшекейлерін маған берді. Сол күннен бастап, Мекке менің тұрғылықты мекеніме айналды. Ешкімге зиянымды тигізбей, өзімен өзім өмір сүріп жаттым. Мекке азат етілген тұста Таифқа қаштым. Сакифтердің өкілдері мұсылмандықты қабылдау үшін Алланың Расулына барғанын естіген сәтте, жер жүзі қанша кең болса да, мына дүние маған тар келді. Қасымдағыларға: «Мен бұл жерде тұра алмаймын. Жаным жай табар емес. Йеменге немесе Шамға кетемін», дедім. Достарымның бірі: «Өзіңді өзің қинап, обал жасама. Одан да Мұхаммедке бар. Өз басым оның мұсылмандықты қабылдаған ешбір жанды өлтірген көрген емеспін», деді. Жора жолдастары оны қанша жігерлендіріп бақса да, Ухаши өзінің Ухудтағы әрекет арқылы Алла елшісі мен мұсылмандарды қаншалықты қайғыға душар еткенін өте жақсы ұғынған болатын. Алла елшісінің құзырына барып: «Мені кешір», деп айтуға дәті бармайды. Ухашидің мұндай мазаш жағдайынан хабардар болған Алла елшісі кешірімнің еш теңдессіз үлгісін көрсетті.
ол әзіреті Хамзаны шейіт қылған Ухашиге хабар жіберіп, оны исламға мойынсынуға шақырды. Ухаши ибн Харб болса: «Уа, Мұхаммед, мені қалайша дініңе шақырасың? Сен біреудің қанын жүктеген, Аллаға серік қосқан және зина жасағандар туралы. Олар Алламен қатар басқаны да құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтірулерін харам қылған. Тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді, зина жасамайды. Кімде-кім осы айтылғандардың бірін істесе, ауыр жазаға ұшырайды деп айтқансың. Мен бұлардың бәрін жасадым. Күпірліктен баз алмай өмір сүрдім. Зинада жасадым. Көзімнің нұры болған туысқан ағаңды, Хамзаны өлтірдім. Мен мұсылман болатындай осыншалықты күнә кешіріле ме? Деді. Дәл осы жайтқа байланысты мынадай аятты жіберді. Ал кімде-кім өкініш білдіріп, тәубеге келсе, әрі иман етіп, өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе, оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа, күнәләрін сауапқа айналдырады. Алла өте кешірімді. Әсіресе тәубе етіп, өзіне бір жола бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Ухаши ибн Харб хабаршысы арқылы мынадай жауап жіберді. «Уа, Мұхаммед, бұл шарт өте ауыр. Тәубе жасап, салих амал қылуыма менің күшім жетпеуі мүмкін». Ухашидің бұл сөздерінен соң мына аятты жіберді. Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді. Алла одан өзге күнәләрдің істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кімде-кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, сұмдық жалы жапқан әрі өте ауыр күнәға батқан болады. Бұл аяттан соң Ухаши ибн Харб қайта былай деп сұрайды. «Уа, Мұхаммед, мен әлі де болса кешірілетіме күмәнім бар. Бұдан басқа тағы қандай аят бар?» Бұдан соң кезекті мынадай аят жіберді. «Уа, Мұхаммед, оларға менің мына сөзімді жеткіз. Уа, күнәға батып, өз-өздеріне жамандық жасауда шектен шыққан һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай зая қылған құлдарым, Алланың рахымынан үміттеріңді үзбеңдер. Өйткені Алла тағала күнәларды кешіреді. Шүбәсіз, ол ғафур. Құлдарының күнәлары қаншалықты ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, рахим, ерекше мейірімді». Ухаши осы үшінші хаттан соң ғана Алла елшісіне серт етеді. Ол енді сахаба қатарына қосылып, соңына радиаллаху әнху қосылмай есіме еске алынбайтын болады. Бірақ ол Хамзаны өлтірген адам еді. Өзінің де, басқалардың да мұны ұмытуы мүмкін емес. Ухаши ақыретте осы бір күнәнің есебін бермейтіні анық еді. Өйткені ол қылмыс жасаған күні мұсылман емессің. Әрі исламға кірген соң барлық күнәлары кешірілген еді. Бұл жағынан алғанда ол бақытты. Бірақ қалай болғанда да ол өлтірген адам Хамзаның өзі болатын. Хамза орманда арыстандардың үрейін ұшырып, батылдығы ел аузында аңызға айналып, атағы дүрілдеп, жер жарып тұрған шағында Алла елшісінің алдына келіп, тізерлеп отырып, мұсылман болған адам еді. Тіпті екі әлем сардары мен бір ананың сүтін телемгендіктен ол Алла елшісінің сүт бауыры ағайын еді. Ол исламға кіргенге дейін мұсылмандарда қорқыныш басым болады. Хамза мұсылман болған соң, олардың күркіреген зор дауысы араб түбегін жаңғыртып жіберді. Тағылықтың аты ойнақтаған осындай заманда Ухаши Хамзаның қанын төкті. Ухудта кесілі найзасын толғап Хамзаға қадайды.
ғұмырында Алладан басқа құдай жоқ дегеннен басқаға жоқ деп көрмеген Хамза өзіне қадалған найзадан екі бүктеліп барып лә тәрізді сұлқ ете құлайды. Біраздан соң Алла елшісі оның сау тамтығы қалмай парша-парша шыққанын көріп, басында отырып, балаша еңіре жылайды. Шейіттер жуылмайтын. Бірақ Алла елшісі Хамзаны жуды. Су орнына Кәусардан да қымбат көз жастарымен шайғандай еді. Алла елшісі оның басында көз жасын тие алмай көп жылады. Қылмысты жасаған Ухаши Алла елшісіне қанды қолын ұсынып, серт беріп жатты. Хақ пайғамбардың қалай табыле кеткеніне көз салып қараңызшы. Ол осы қолды қысып тұрып, Ухашиді исламға кіруімен құттықтады. Негізінде, Ухашиді тікелей өзі шақырған болатын. Ухаши иман еткен соң, Алла елшісі оның құлағына мүмкін болса, маған көп көрінбеуге тырыс. Сонда, маған да, өзіңе де жеңіл. Өйткені сені көрген сайын, Хамза есіме түсіп, саған жылы жүзбен қарай алмаймын. Бұлай етсек, маған да, өзіңе де жеңіл. Әйтпесе, сен өзіңді бақытсыз сезінесің. Мен де өз міндетімді толық орындай алмай қалармын, деп сыбырлайды. Ухаши сахабаға тән парасаттылық танытып, Алла елшісінің осы өтініші мен әміріне қарсы келмеді. Оның көзіне көрінбеуге тырысты. Бірақ сағат санап, сәт санап, Алла елшісі қасына шақырса екен деп күтті. Ол бір тіреудің артында тұрып, Алла елшісінің жанарымен жанарын түйістіруге тырысып, өз-өзіне, шіркін-ай, бір күні маған енді көріне берсең болады, терме екен. Ухаши сол күні күтіп жүргенде, Алла елшісі дүниеден озып кетеді. Қайғылы хабарды естіген кезде, Ухаши төбесіне жай түскендей есеңгіреп қалады. Алла елшісімен бір тілдессем деген оның үміті де сөнді. Ухаши осыдан кейін күнәсінен арылудың жолын жатпай тұрмай іздеді. Ақырында іздегенге сұраған Ямама соғысы бұрқ ете қалды. Бұл қайта айналып келмейтін мүмкіндік еді. Өйткені исламның ең үлкен қаһарманын өлтіріп, күнәға кіргенді. Күнәсі қаншалықты кешірілсе де, Ухашидің ар-жаны тыныш таппай, іштей оттай күйіп жанумен болды. Бұл отты сөндіретін мүмкіндік те туды. Ол өзін пайғамбармын деп жариялаған исламның ең үлкен дұшпаны Мүсәйламаны жайрату. Ухаши бір кездері Хамзаның түйреген тот басқан найзасын алып, сахабалармен бірге Ямама соғысына аттанды. Соғыс бірнеше күнге созылды. Мүсәйлама мен әскері өліспей беріспей жанталасып жатты. Бір уақытта қамалдан шығып қашқан Мүсәйламаны күзетте тұрған бір сахаба көріп қалады. Ол дереу Ухашиге қарап, «Әне, Алланың дұшпаны кетіп барады», деп айқай салады. Мұны естіген Ухаши дереу тот басқан найзасын қолына алып, оның қарсы соңынан қалмай өкшелей қуып жетіп, Хамзаның бауырына қадағандай Мүсәйламаның бауырын шаншиды. Ол аттан мұрттай ұшқанда, Ухаши дереу сәждеге барады.